Sayın dostlar, sizlerге bir күшті лайфхак көрсетемін. Ол нәрселерді комментарийге жазып кетіңдер, соңына дейін көріңдер. Ең біріншіден косметикадан бастайық. Бұл айнамен тек экраннан көре аласың, өзің көре алмайсың. Бұл күшті лайфхак. Екіншіден, мына помададан көзіңе тағасың, сонда әдемі боласың. Екіншіден, мынандай кроссовканы аяғыңа емес, қолыңа киесің, сонда қолың дұрыс жүреді. Үшінші, музыка тыңдағың келіп, телефон жоқ болса, осының ішіне су құясың да бүйтіп қойып қоясың, дауыс естіледі. Өзіңнің любой өлеңін жазып, дәл бір жеріне жазасың, и все. Төртіншіден, осындай зарядчикті тоққа емес, мұрныңа тығасың, сонда ақылды болып кетесің. Умный. Бесінші лайфхак, ішің пысып, мақтағың келіп жүрсе, бір блокнотты аласың и оған жазбайсың, просто так сақтап қоясың.